Саламатсыздарбы балар? Әдебиеттік оқу пәні 38 сабақ. Менің туған өлкем. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған жер. Бүгінгі сабақта шығарманы түсініп оқисыңдар, көркем сөздерді білесіңдер. Өз сөздеріңде қолданасыңдар. Бірінші тапсырма сөз жұмбақты шеш. Отан, балалар, неден басталады? Отбасынан басталады. Туған жерге нені тік? Туың тік. Ел іші қандай бесік? Алтын бесік. Отан, оттан да ыстық. Отан сөзін басқаша қалай атауға болады? Отан сөзін басқаша туған жер, ел деп атауға болады. Екінші тапсырма, қарамен жазылған сөздерді іштей оқы. Көп нүктенің орнына осы сөздерді қойып дауыстап айт. Отаным, туған жерім, ата мекенім, туған өлкем, туған елім. Қарамен жазылған сөздер осы екен. Ендеше менің деген сөз, менің Қазақстаным дегенге қойып дауыстап айтыңдар дейді. Менің отаным Қазақстан, менің туған жерім Қазақстан, менің ата мекенім Қазақстан, менің туған өлкем Қазақстан, менің туған елім Қазақстан. Тамаша. Үшінші тапсырма, өткен сабақтарда Қартқожа туралы әңгіме оқығансыз. Ол қай жазушының кейіпкері еді? Жүсіпбек Аймауытов туралы білгеніңді төмендегі сызба бойынша дәптеріңе түсір. Жүсіпбек Аймауытов белгілі жазушы, Павлодарда туған, Қартқожа және кітап оқу деген шығармалары бар екен, балалар. Қартқожаның туған жері. Қас қарайды, қой өрістен келді. Арбаны төңіректеп сүйкеніп сиырлар тұр. Үй басы есік алдына от жағып, кешкі сиырдың сүтін пісіріп жатыр. Қартқожа үйге сүйеніп, ашамайды шынтақтап ауылға қарап отыр. Оған ауыл бір түрлі жылы, бір түрлі қызықты, ет бауыр жақын болып көрінді. Қоңырсыған сүт, қайнатқан қаймақ иісі де тәтті. Күлімсі шуаш иісі шыққан қойларда бірге туғандай. Түтіннің иісі де күндегіден жағымды тәрізді. Ыстық қой шіркін туған жер. Кім сүймесін өз жерін? Сүймесе, зердесіз сүймес. Жүрегі шерсіз, тілеуі бөлек, жетесіз сүймес. Туғалы ұзап шықпаған бауырмал, әжесінің бауырында еркелеп өскен, үлбіреген балапан жүректі Қартқожа қайтып сүймесін. Қартқожа туған жерін жанындай сүйеді. Жүсіпбек Аймауытов. Үй басы, әр үй. Ашамай, жас балаға арнап жасалған ертоқымның түрі. Ет бауыр жақын, өте жақын туыс. Шерсіз, қайғы мұңсыз. Жетесіз, ақылсыз ақымақ. Бесінші тапсырма, мәтінде қолданылған көркем сөзді табыңдар. Қоңырсыған сүттің иісі, шуаш иісі, түтіннің иісі. Қартқожаға не қатты әсер етті? Жазушы отанға, туған жерге деген сезімін ерекше сөздермен білдірген. Сен де өз туған жерің туралы айтқанда осы сөздерді қолдануыңа болады. Қартқожаға туған жеріне деген махаббаты қатты әсер етті. Мәтін бойынша берілген суретке зер салыңдар. Үйренген көркем сөздеріңді қолданып әңгіме құрастырыңдар. Туған жер, ауылдағы кешкі тіршілік. Арбаны төңіректеп сүйкеніп сиырлар тұр. Әжем от жағып кешкі ас пісіргел жатыр. Қартқожа киіз үйге сүйеніп ауылға қарап отыр. Жанындағы күшігі де тамағын жеп жатыр. Алыстан жайлаудан келе жатқан қойлардың да бейнесі көрініп тұр.
Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы уақытта сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.